Қайырлы күн достар, менің есімім Нұржол. Мен сіздерге бүгін не үшін компаниялар кризиске ұшырайды және ол кризистен қалайша уақытылы шығу керек, қалай кризиске дайындалу керек және қалайша ұзақ уақыт кризиске тоқтап қалмау керек, сол туралы сіздерге пайдалы ақпарат беретін боламын. Жалпы бұл ақпарат, егер сіз кәсіпкер болсаңыз немесе болашақта кәсіпкерлікпен айналысатын болсаңыз, бұл ақпарат сізге міндетті түрде керек болады. Жалпы компания, кез келген компания өмір сүру барысында компания немесе департамент 4 рет кризиске ұшырайды, 5 рет дамиды. Мысалы, біз қара точкалармен белгілеп қоятын 1, 2, 4 кризис және 5-шісі развитие. Яғни 4 рет кризис және 5 рет дамуға ұшырайды. Бірінші кризис ол жаңағы сұраныс нарықтағы немесе қажеттіліктен туындап бірігеді адамдар. Бірігеді, компания ашады, кейін олар дамиды. Дамығанда творчество арқылы дамиды. Бұл бірінші даму сатысы творчестволық даму. Творчестволық даму дегеніміз не? Ол әркім өзінің қолынан келетін өнерін көрсетеді, опытын көрсетеді, тәжірибесімен бөліседі, көрген білгенімен бөліседі, және әр адам өзінің қолынан келетін ісімен айналыса береді. Өстіп компания дамиды. Өстіп дамып келеді да, бір кризиске тап болады. Ол кризис бізде кризис лидері деп аталады. Кризис лидері дегеніміз жаңағы творчестволық дамып жатқан компанияның арасынан бір жауапкершілікті алатын, басқаратын адамның жетіспеушілігінен лидердің жетіспеушілігі болады. Сондықтан осы жерден команда өзіне лидерді тағайындау керек болады. Егер лидерді тағайындамаса, ол осы кризисте қалып қояды. Осы жерден тарап кетеді, ауызбіршілік болмай қалады. Ал осы жерден тоқтап, вот сен біздің лидерімізсіз деп арасынан біреуін таңдап алса, ол кризистен шығатын болады команда. Өстейді, олар кризистен лидерді тағайындау арқылы дамиды. Мына жерде мынау біріншісі творчестволық даму, екіншісі бізде лидер арқылы даму. То есть лидер, сен мынаны істе, сен финансқа жауап бер, барып істе, мына тапсырманы істе, қайда жүрсің деп контроль жасап, аш алақанында, жұмса жұдырығында демекші. Лидер барлығына команда беріп, сол арқылы дамиды команда. Және олар өте жақсы дами береді, және бір кризис болады. Алдағы бір кризис күтіп тұрады. Ол кризистің аты кризис автономности. Бұл екінші кризис. Кризис автономности. Кризис автономности дегеніміз бұл жаңағы лидер, бұл бәрі адамды уже тыңдамай кетуі мүмкін. Яғни командада кейбір адамдар өзінің ойын білдіргісі келеді, идеясын айтқысы келеді, бірақ лидер оның бәрін тыңдай бермейді. Және де лидер уақыты болмай қалуы мүмкін, үлгермей қалуы мүмкін. Сондай түсініспеушіліктер пайда болады. Ол бізде кризис автономности деген кризиске алып келеді. Және бұл жерде адамдар жұмыстан шығып кетуі мүмкін. Яғни бастығы көп тыңдамай қалса, перегорание болуы мүмкін. Ол кризистен шығудың жолы бұл бізде делегирование. Үшінші даму бұл делегирование. Яғни директор айтады, мен сені тыңдауға уақытым жоқ, сенімен отыратын уақытым жоқ, және саған сенем, сен өзіңсің мастерсің. Мынау финанс жағын, либо там операционный жағын, либо там программирование жағын, маркетинг жағын, мысалы, белгілі бір өзінің мықты саласын сеніп тапсырады. Мен енді саған араласпаймын жұмысыңа, өзің шешім қабылдай бер деп келіседі. Өстейді, командадағы уже опытный, қолынан іс келетін адамдар өздері жауапкершілікті алып кетеді. Сөйтеді, делегирование арқылы бұл кризистен шығады. Сөйтіп команда дамиды. Дами келе мына кризиске тап болады. То есть себебі еркіндік беріледі уже профиларға командадағы. Сөйтіп ол бір кризиске алып келеді. Кризистің аты бізде
кризис контроля деп аталады. Неге кризис контроль деп аталады? Себебі вообще бастапқы лидердің ойындағыдай болмай қалады. Себебі маркетолог мысалы ол өте мықты профи, бірақ та ол команданың, компанияның идеологиясына сәйкес келмейтін бір әрекеттер істеп кетуі мүмкін. Моральдық, этикалық бір правиланы басып кетуі мүмкін. Мысалы сондай қысқасын айтқанда ойдағыдай болмай қалады ол жұмыстар. Сондай кризис контролі деген түсініспеушіліктер болады осы делегированиені алып кеткен адамда. То есть ол басында бір жақсы істеуі мүмкін, кейін уже түсініспеушіліктер болады. И бір шеттен бұны кризис коммуникация деп айтады. То есть кризис коммуникация еще екінші аты бұл. То есть делегированиені алып кеткен адамдар басқа департаментке түсіндірмейді, мысалы не істеп жатқанын, қандай планы бар, ортақ план болмай қалуы мүмкін, бір-біріне қарама-қайшы жұмыстар істеуі мүмкін. Кризис контрольдан кейін бізде тағы бір даму түрі бар, ол координирование деп аталады. Яғни бұл не деген сөз? Бұл жаңағы айттық қой, өзінің еншісін алып кеткен адам белгілі бір правилаға сәйкес жұмыс істемеуі мүмкін. Сондықтан компанияның басшылығы айтады, мен саған мүмкіндік бердім, еркіндік бердім, бірақ осындай жұмыстарың ұнамайды маған, сондықтан келісіп алайық дейді. Сен мына границадан аттамайсың, то есть граница қойып береді. Осы границадан аттамайсың, сол границаның ішінде білгеніңді істе дейді, қысқасын айтқанда. Сөйтеді, координация қойып береді, то есть координировать етіп отырады, басқармайды, операционкасына кірмейді, просто рамка қойып береді, координация жасап отырады, алыстан басқарып. И сол арқылы дамиды. И даму барысында мына жерде бір кризис бар тағы. Бұл бізде red tape деп аталады. Red tape. Төртінші кризис. Бұл дегеніміз красная лента деп айтады. То есть рамка арқылы дамыды, енді дамып келіп, сол рамкадан шыққысы келеді. Мысалы, белгілі бір үлкен гипотезалар тексеріп көргісі келеді үлкен ақшамен. Ол үшін қаншама адамның келісімін алу керек болады. Себебі андай бизнес-процесстер, регламенттер қойып тастаған жестко, да. Сондай кризиске тап болады. Сөйтіп одан шығудың жолы просто айтады, мен жұмысымды білемін, өз жұмысымды, мен уже анандай шаршадым уже рамкадан, давай просто партнер болып қалайық дейді. Сөйтеді да, бұл жерде 5-ші развитие партнерства. То есть партнер болып қалады. Сонда қалай болады бұл? Жаңағы определенный бір табыс көзін өзінің компаниясынан алып отырады, қалған бөлігін нарыққа шығып, уже аутсорсқа шығып кетуі мүмкін. Даже бұны аутсорс деп айтуға болады. Сөйтіп 4 кризис және 5 даму сатысы. 1, 2, 3, 4, 5 даму сатысы. Бұдан кез келген компания өтеді. Бір компания ұзақ уақыт өтеді, бір компания қысқа уақыт өтеді. Егер сіз осындай кризистердің, бұлар міндетті түрде болады, және бұл кризистердің болатынын сіз алдын ала біліп отырсаңыз, кризистен шығуға сізге жеңіл болады. Себебі сіз осындай кризис болғанда не істеймін деп уже алдын ала дайындалып отырасыз. Және бұның бір қызығы, бұл мына аутсорсқа шығып кеткен компания даму барысында қайтадан келіп, өстіп мына кризистен қайталайды осыны. Өстіп оның ішінен тағы да департаменттер шығады. Өстіп бұл қайталана береді. Былай қарасаңыз, бұл адамның өміріне ұқсайды. То есть мынау жаңағы мектеп жасына дейінгі жас, мынау мектеп жасы, мынау студенттік жас, мынау уже үйленіп кететін жас. Адамның өміріне ұқсайды бұл тоже. Бұл бизнесте де осындай циклдар қайталанады. Және осыны қабылдай білу керекпіз. Және әрқашан дамимын деген адамдарға уақытында мүмкіндік беру керекпіз. Сіздермен бірге Нұржол Табиғат. Келесі жолы осындай қызықты ақпараттар салып тұруымды қаласаңыз, пікір білдіріңіз, лайк басыңыз, тағы да қолдауларыңызды аямаңыздар.